Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте керемет бала кездегідей дәмді шарлотка дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар. жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз белгілі мөлшердегі жұмыртқамызбен 3 жұмыртқамызды жарып, оған белгілі мөлшердегі қантымызды қосып, жақсылап тұрып көпірік пайда болғанша миксермен араластыратын боламыз. Жақсылап оны миксермен әбден көпірігі пышный дейді ғой, сондай болып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін осы массамызға біз сүтімізді және де сұйық майымызды қосып, жақсылап тұрып масса бір-бірімен араласқанша тағы да миксерлеп аламыз. Кейін осы массамызға електен өткізілген ұнымызды және де разрыхитель, яғни қопсытқышымызды қосып, жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Бірінші миксерлеп қоспастан бұрын бір-бірімен араластырып аласыздар, сосын кейін барып жақсылап тұрып миксерлейсіздер. Бірде-бір түйіршік қалмау керек, сондықтан жақсылап миксерлеп алыңыздар. Кейін осылай міне видеодағыдай масса пайда болғаннан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына біз алма, яғни алмамызды жақсылап тұрып сыртын аршып, ішіндегі дәндерін барлығын аршып, 4-3-леп турап аламыз. Барлығын жақсылап турап алғаннан кейін оның барлығын ыдысымызға салатын боламыз. Яғни ыдысымызға пергамент төсейміз, немесе пергамент болмаса түбін сары маймен жағып қойға болады. Одан кейін осылай жаңағы қамырымызды салып, осы қамырымыздың үстіне жаңағы жақсылап 4-3-леп турап алған алмаларымызды жақсылап тұрып жайып шығамыз. Видеодағыдай етіп салып, жан-жаққа келтіріп аламыз, алмамызды салып аламыз. Және бұны 180 градуста қызып тұрған духовкада 30-35 минут пісіресіздер. Духовкаларыңызға байланысты осындай пісіріп аламыз. Міне осындай өте керемет, дәмі ерекше пирогымыз шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.